Мұхтар Әуезов еңлік кебек. Жапал. Шекшек шегенек, мал ішінде көбелек. Тасты көрсең термеңдеп, жүгересің жебелеп. Тынымы жоқ, тыныштық жоқ, құртты құйрық кебенек. Құшырланып айтады. Шекшек шегенек, қош-қош қошақан, майлы құйрық момақан. Бөрі көрсе бөр кемік, бар буыны босаған. Тауда тарла ойда өлең, тапса бойы жасаған. Қош-қош қошақан. Биік тастың басына шығып, айналаға көз салып. Шыңғыс, қара қойтас қан шыңғыс. Оңда шыңғыс, солда шыңғыс, анда шыңғыс. Айналаға көз салып. Анда шыңғыс, анда шың, тоқта, бұл не? Жолындай жерден жептіктей түтін емес шаң бұрқ етті. Тағы, бұрқ. О, будақ шаң шықты. Төбелес, барынта, қуғын. Тағы және шабуыл да шабуыл. Байғұс шыңғыс, күнде осындай жойқын төбе. Жортуылшы, тентек батыр, жентектесті тағы да. Ех, шіркін, батырда арман бола ма екен? Басын шайқап. Әй, осындай қошыдан батыр шығушы ма еді? Сол кезде ол қиялға кетіп, астында мейіздей қатқан ақ бедеу, қолында мейіздей қатқан қара шоқпар. Ай тастай қараңғы, жау қатты. Күндіз әлгі бір жаман қойшы бала қызыл тасқа бесінді кеп бекінген. Тобықтың түстері суық, өңшең көктөмірге құрсанған ығай мен сығайы қалың жауын көрген. Иә, ауыл шошынып тұр. Жоқшылардың бірі қорқып пысып жүр. Бірталайы, қайтушы еді ғой, Жапал бар, Жапал ағам бар, жойқын Жапал батыр бар деп ағаңды арқа тұтып жанасалап жүр. Үркер көтерілетін кез келді. Таптың ортасы. Жылқыны қомақтап жонасалап келе жатыр едік. Ағаң қалың жылқының тең ортасында келе жатыр еді. Ақбедеудің құлағы қайшыланып елең ете түсті. Сол-ақ екен. Қеу деп қалың жау қаптап қоя берді. Сол кезде тас басынан түсіп, уай, немене сонда? Ағаң келіп, Ақбедеуді жамбасына сала салып тапап берді-ау. Өзін өзі қамшылап, тасты бауырлап жүгіре келе, қызып пысып, қайт деп тап бергенде, дәл бүйірдегі тастан аса еңлік бұның өзіне дүрсе қоя берді.